Сәлем достар, сіздермен бірге Куба и бүгін біз. Еркеше жауап бере аласың ба? Сен ят жайында айтуға қандай құқың бар? Сен деген сен ғой мені рекламаға қадағаны. Мен анау мынау сөзден ұстап аламын деп отырсың да, короче, ешетесінде сен мені, короче, прямо шақырып аласың, әдейіге шақырып. Зайбал, бля, көтке кіре береді анау емес, зайбал. Жүрсек кеттік, мына жерде көпшіліктің сөзінше сөйлесіп, конкретно шешейік, ят болады. Сен бағанағыда шапалақ бір нәрсе дедің, шапалақты маған бергің келіп тұрмас сенің. Конкретно. Келе аласың ба, точно жауап бере аласың сөзіңе, еркеше жауап бере аласың ба? Мен Турцияға қашан баратын точносын білмеймін, бірақ мен барам Турцияға бұйырса. Деген тірлігіне жауап берем. Бля, вот сөзде просто пиздесіңдер да, бля, вот реально, қазір Турцияға бара аламын, бейт аламын деп, реально, вот сен сөзіңе жауап бере алмай қалсаңшы ал. Мен барсам не істейсің сен? Мен саған хақыңды берерім ғой, бауырым. По достоинству, нормально там. Вот, құдай қаласа көрем сондықта. Давай, еркек көрсек сені, бауырым. Сен маған қандай соны айтшы маған. Давай, Қасында отырып алып, бүйтіп андай безіп, бүйтіп көрсететін адамсың мен. Творчество адамсың сен де. Екеуміз де творчество жүрген адамбыз. Иә. Нәрселерге қатты кекілжің ұстай бермеші. Сен ят жайында айтуға қандай құқың бар? Сен деген сен ғой мені рекламаға қадағаны. Сен қандай құқың бар сен ят жайында айтуға? Бауырым, мен саған по факту түсіндірдім. Бауырым, осындай тірлік болыпты конкретно дедім. Сөйттің сен давай дедің да, бір 10 минуттан кейін қайттың кибершабайт етіп кеттің өзіңмен өзің. Сөйттің өзің кейіннен басқа бір нәрсе айттың. Боп, өзің нормально сөйлесейік дедің. Давай, нормально сөйлесейік дедің. Мен нормально сөйлесіп отсам, өзің қайттан бастап бағанағыдай бір нәрселерді айтып отсың. Қасында ғана кім, братчикаң ба? Соған салдырып. Салам алейкум. Уалейкум. Брат, қача ғой сенікі енді? Натура айтып отыр ғой. Сен маған үйретпе? Жоқ, брат, өзің білесің ғой, үйретпегенде енді адам болғансың өзінің ойын айтпай ма, дұрыс па? Сен мана пиздес болып отыр едің ғой, айтшы мана. Жоқ, натурин айтып тұрмын ғой, жайменде бірден деп кетіп. Бұл деген енесі жоқ қой. Сен неғып араласып отырсың сен? Енді араласпағандай. Жаймен өзінің ойымды айтып отырмын ғой бұл жерде. Жоқ, араласқанда ол менің бауырымға так, ол маған жауап береді, мен оған жауап беремін. Хорошо, көреміз онда. Атак ол оның да несі бар, мүшесі бар, атак бұл менің партнерім ғой, сөздің ішіне керек. И поэтому бұл деген өзінің несінің уайымын жеткізіп жатыр, допустим. Ол өзінің ойын айтып жатыр, допустим. Сен келіп араласпа десің, сенің қандай құқың бар? Ол жерде жасқа қарамай қой, ол братишка деп менсінбеушілік танытпай қой, бауырым атак. Мен ондай адам емеспін, бекзат. Мен любоймен сөйлесем, любойына нормально әңгіме айта аламын. Жақсы адамдармен жақсы негізінде білесің ғой өзіңді. Кішігірім мен жайында сәл-сәл болсын білесің ғой, информация бар ғой. Білмеймін, бауырым, мен сенің ана жасаған іс-әрекетіне что-то мен вообще там жақсы вообще ешқандай нем жоқ, менің ойым жоқ сөздің ішіне керек. Натура етейін мен. Мен туралы информация жинап жүрсе жан-жағына қарап кішкене. Блогер деген вообще түсінбеймін, бауырым, біз енді ауылдан өткен бауырым. Блогерді, бекзат сен өзің сол нәрседен шыққан жоқсың ғой, ондай нәрсе айтасың. Мен де блогер емеспін, мен де вайнермін, мен өзімнің өмірімді түсірмеймін. Мен де вайн түсірем только, и съемка түсірем, болды. Съемка дегенде білмеймін ғой, енді сендер әйтеуір барлықтан блогер, вайн дейма, сондай суши реклама істейсіңдер ма, әйтеуір сондай емес па енді, мен онда көп не істемеймін, мен ондай түсінбеймін ма так. Әркім өзіндікіне қарайды ғой. Дұрыс па? Әркім өзіне қарайды, әркім өзіне, бірақ еркекше жауап беріп қой, сіз істеген тірлігіне қосын, натуре. Сен әйерде бар ғой, типа, короче, осында мен анау мынау сөзден ұстап аламын деп отырсың да, короче, ешетесінде сен мені, короче, прямоға шақырып отырсың, әдейіге шақырып отырсың прямоға. Көпшілік білмей айтыр, көп жақсы көресің ба, блогер деген түсінбеймін, бірақ көпшілік жақсы көресің, ә? Жаңада, брат, сен қате болып, мынау кім, мынау дегенше, братан, енді өзің Скене бұл не барласақ десем болады жоқ, қатап мынау кім деп менсінбей тұрған сияқты. Тәкаппарлық болып кетті, сөздің ішіне керек мына. Кім? Иса, сен мен жақсы танисың? Танимын. Братан, мен кішігірім болсын, сәл болсын, білесің өзіңді. Ят болады да, ертең бет көрсесің, Иса сен мен. Бет көрсе не ол? Әшіна, ебе ойын.
аз бет көрсетіп аласың, бля. Соны түсінбей тұрмын, бля. Бешін очень енді қатты неге алайын, өзіне сенімді отырайыншы. Көрсең. Жоқ енді, көрсе не болады екен, бауырым, айтшы, осы мен араласпаймын вообще, да, вот көрістің ал, не істей аласың, бауырым? Соны айтамын, не істейді болып. Бір шапалақ или ана бірдеңе шешемі ол. Мен де көшеде қалып кеткен, андай бір жетім емеспін ғой. Өзің де білесің, кімдермен араласамын, не істеймін. Енді араласқан ол, ладно, мен өзім біреуді араластырмаймын ғой, өзім темамды өзім андай істеймін ғой. Просто мынау кім дегені просто бір түрлі болып кетті, жаңа бір түрлі болып қалдым. Мияқта бір-екі тарақанда шығар жейікші орсын. Заебал, бля. Көтке кіре беретін анау емес, заебал. Вот. қате жігіттер. Еркекше айтам, қате вот. Бауырым, қате деген бар. Прямо неде сөйлесек, сол кезде записки жазып аласың ба, өзің білесің конкретно. Жоқ, ондай. Бір-біріңе прямой звондап, наверное, көпшіліктің өзі. Жоқ, по факту, бұл жерде қате десің, сенің реклама қадағаның қалай сөйледі ғой. Көпшіліктің өзінше шешіп не қыламсың, наверное. Жоқ, сен по факту істеген жоқсың. Жоқ, екінші жауап берші, сен по факту істеген жоқсың ғой рекламаны. Істеген жоқсың? Істеген жоқсың ғой рекламаны, по факту. Қалай істеген жоқсың? Инстаграмға істеу керек едің ғой, сен істемейін дедің ғой. Уақыт керек дедің ба, создың ба уақыт әйтеуір. Бірнәрсе болып кетті ғой әйтеуір. Брат, мен саған сол күні айттым, мен қазір не деп отырмын? Үйге барамын да түсіремін де сразу салып жіберемін десем, өзімен өзім кешіріп айтып кеттім. Сен 4-5 күн болды ғой. Біз 4-5 күн сен жеке өмірінде кішкене бір қиындық болып қалды ма, не білмеймін қандай не түрткі болған, бір адамға хотя бы сол нәрсені сен білген жоқсың да, и дальше кипишевать етіп отырсың ғой өзіңмен өзің. И мен ана жерде сабыр сақтадым конкретно. Қоя берші дедім де үндеген жоқпын. Окей, енді істеп беруге ниетің бар ма, бауырым, или қалай болады енді, соны айтшы, бауырым, енді қалай болады жалпы, сөздің ішіне керек. Мен мияқта пиздец, что-то напряжение ұстап қалдым, сөздің ішіне керек там. Жүрсек кеттік, наверное, көпшіліктің сөзінше сөйлесіп конкретно шешейік, ят болады. Мен, по идее, сөздің ішіне керек, енді менің нем болса, қалауым болса, мен жеке сенімен кездесіп шешер едім, натуре, сөздің ішіне керек. Жеке кездесіп шешіп тастар едім, натуре. Не болмаса, как сказать, ешкімді. Ау? Иса? Оу, сен жолыққан кезде, ладно, жолықсам, үйтем деп тұрсың ғой, брат, енді өзің. Мен саған бірін деп айттым ба не? Жоқ, жолығамыз, бет көрсетеміз, адам деп тұрсың ғой. Бет көрсетеміз деп отырмын, сен не істейсің маған? Мен саған ешнәрсе істеймін, сен бет көрсесің деп отырмын просто мен саған. Вот, мен де саған дым деп отқан жоқпын ғой негізі. Енді шапалақ деп не айтып отырсың ба? Жоқ, шапалақ бергің кеп тұр ма, не істейін кеп тұр деп тұрмын. Не істеймін мен сен ұрғанда, маған пайда бар ма? Біреу маған ақша бет көрсет деген мен солай ойлап тұрмын, солай түсініп тұрмын мысалы. Сен есі чего-то сияқты. Соны айтамын ба? Жоқ, просто адамның бір менсітпей тұрған сияқты болып тұр да. Жігіттер кішкене сабаларыңа түсіңдер, ұят болады. Ол бөлек сөйлесек онда. Бөлек сөйлесек онда, конкретно сөйтіп бөлек сөйлесек, наверное, көпшіліктің көзінше сенің абыройыңды мен түсірмей ақ қой, мен менің абыройым. Кім дегеніңе мен тек кішкене бір түрлі болып қалдым просто, еба. Хотя бы айт, мынау араласпасын десең де болады. Просто сен мынау кім деген бір түр қате болып кетті де. Сен де мысалы сен бір рет сөйлегенде жан-жаққа айтсаң болады. Мысалы, мынау кім десем, сен де өзіңде бір түрлі болып қаласың, дұрыс па? Сен араласпайтын жерің болғаннан кейін айттым мен. Айтпесем, маған не үшін керек ол нәрсе? Маған да тиіп кетіп отыр да бір жағынан бір. Онда не үшін араласасың сен енді? Араласқаннан сол маған тиіп кетіп отыр, мен араласып тұрмын, Жәкеңнің сал қазір бір андаймыз ғой, бір андайда партнеріміз бұрында мен реклама ашамаймын. Өзімнің қазір бөлек анандайым бар, Телеграм, Жәкең бөлек мысалы, мен іспей тұрған сияқты біздің андайымыз түсірген сияқты болып тұрды ол жерде. Мен де кейін сосын не болып қалды, не үшін сөйлегендерін жаңа әңгімелерін айтып, общет не болған сұрасам сөйтіп тұрды. Сосын мен сөйтіп айттым. Конкрет сенде жаман ойлап қалмаған бір адам. Бұрын қандай ең, қазір ондай болсай, қалтаңа кішкене ақша өтіп көкірегіңнен нан піспесін өйтіп бауырым, ұят болады. Давай не будем разговаривать, да, общаться так. Акша у Булата, у того, кто там умеет там бабки делать, там, движниковать, там по-умному действовать, да, там, дизелить, там, по факту, да, там, братишка екен ғой деп, там, дизелить не надо, да, бауырым конкретно. И бұл жерде деген, менің ойымша, бля, мен вообще сені дұрыс түсінбей тұрмын, сен келіп айтасың, бля, анау дұрыс емес, мынау дұрыс емес, араласпа деген сияқты. Бұл жерде по факту сенен кетіп қалып тұр ғой, бауырым. Ты допустил по факту, и я хотел вот, чтобы ты обосновал свой базар. Ты там выкладываешь сторисы какие-то там, говоришь там какие-то свои предъявы, там, недовольствия. И мне просто захотелось тебя увидеть, услышать, и почему я открыл прямой эфир, не үшін прямой эфир аштым, чтобы адамдар объективно өздерінің мнениесін білсін, және со стороны вот көрсін адамдар деген сияқты. Вот осындай мақсатпен мен сені жалпы тыңдағым келді, сенің позицияңды жалпы өзім құлағыма естірткім келді, сөздің шыны керек.
Осы ең соңғы сөзін түсіндім, орысша бір сөз түсінген жоқпын бауырым.